сәлеметсіз бе? Біздің типографияға қош келдіңіз. Сізге қандай нәрсе керек? Сіз өткен аптада бізге тапсырыс берген бе едіңіз? Қандай затқа? Этикетка. Қазір мен қарап жіберейін, иә. Есіміңіз кім? Жақсы. Тіптім. Этикеткаңыз дайын. Қазір мен оны сізге беріп жіберейін, иә. Тағы бір нәрсе сіз етіпсіз ғой. Соны бүгін келіп отырсыз ба? Қандай зат тапсырыс бергіңіз келіп отыр? Дизайнların барлығын бірге қарастырайық. Не этикеткілеріңіз дайын? Сіз бұны төлеп қойып едіңіз? Мен онда қазір сізге бағасын есептеп, сосын айтайын, иә. Бағасы 7000 теңге болып тұр. 7000. Иә. Қазір төлеп жіберсеңіз болады, алып кетесіз. Одан кейін тағы не тапсырыс берем дедіңіз? Бізде баруға негізінде бізде тек этикеткамен жүктеліп қалмаймыз. Футболка, бейсболка, бокал деген секілді заттармен айналысамыз. Бізде кішкентай балдарға да андай футболка мен джордистер бар. Егер бетіне жазу басамын десеңіз. Өте жақсы. Тапсырыс беруіңізге болады. Оны келесі аптаға тіркеп қоямын, өйткені осы аптада бізде уақыт шектеулі. Бүгіндікке біз үлгере алмаймыз. Келесі аптаға тіркеп қойсам болады ма? Өте жақсы. Онда мен қазір тіркеп қояйын. Мен сізді тіркеп қойдым. Заказ бөліміне. Сол жерден сізге сіздің тапсырыстарыңызды жасап беретін боламыз. Бізде мынандай түрлері де бар. Лента. Бір фирмаға немесе компанияға алсаңыз болады. Өзіңіздің жүргізіп жатқан мамандығыңыз бойынша осындай жаңағыдай заттар жасауға болады. Ленталар мына жерде ұзатуға байланысты сөздер жазылған. Бұларда жаңағыдай сыйлықтардан ғұрыптарды байлап қоюға немесе сыйлықтарды байлап қоюға алып жатыр. Иә. Телефонды тіретіп қоятын керек десеңіз дәл осындай бар. Бағасы бар болғаны 1000 теңгені құрайды. Бетіне жазуды, суретті өзіңіз айтасыз, соған байланысты салып беретін боламыз. Мына жерде жазылған сөз 30-да орта бұзбаған, 40-да қамал ала алмайды. Қазақтан алғы деген сөз жазылып тұр. Қазір бізде сатылымда ең көп осылар сатылады бізде. Сондықтан да алуыңызға кеңес беремін. Качество жағынан өте жоғары. Ағаштардан жасалады. Сапасы өте жоғары. Ешқандай да бізге осыны алып жатқан адамдардың ешқайсысы бізге жаман отзыв берген жоқ, негативный отзыв берген жоқ. Барлығы керемет отзывтар. Сіздер алуға кеңес беремін, егер алғыңыз келсе. Иә, бетіне суреттермен жазуды өзіңіздің қалауыңыз бойынша, сіздің дизайныңыз бойынша жасап беретін боламыз. Иә, барлығы тек сіздің дизайныңыз бен сіздің
егер сізге 30 штук керек болатын болса, егер оның көлемі 10 сантиметр немесе 8 сантиметр болса, бағасы 30 штуктан есептегенде 8.000 теңгені құрайды. Сізге бұл ыңғайлы ма? Егер одан төмен аламын дейтін болсаңыз, 30 емес, одан да 10 штука түседі. Бірақ 4.000 теңге алатын боласыз. 4.000 теңгеге. Егер мен сізге бір күшті акция айтқым келіп отыр, одан кішкентай қылып, сантиметр одан кішкентай, бірақ 100 штук болса, сіз аласыз ба? Бағасы 8.000 теңге, бірақ 100 штук, 30 штугын 8.000 теңгеге ала алмаймын дейтін болсаңыз. Жақсы, сіздің идеяңыз маған қатты ұнап отыр. Тіпті дизайндарыңыз да өте ерекше екен. Жақсы, футболка заказ етесіз бе? Бетіне салынатын суреттердің барлығы өзіңіздің қалауыңыз бойынша қандай суреттер керек? Ертегі бойынша ма? Бізде ересектерге арналған футболканың бағасы суреттермен немесе жазулармен болатын болса 5500 теңгені құрайды, ал кішкентайларға 3500 теңге болады. Жаңағыдай телефон кредитін алғыңыз келіп тұр ма? Тамаша, қандай идеяңыз бар? Өзіңіздің атыңызды жазып алсаңыз да болады. Бағасы 1000 теңге. Барлығын келесі аптаға дайындап беретін боламыз. Осы берген нәрсеңіздің барлығын мен қазір тіркеп алайын. Атыңызды айтып қойсаңыз, мен тіркеп қоя берейін заказдардан бөлек, чтобы сіздікі бірінші дайындалатын болады. Өте жақсы. Сіздің заказдарыңызды мен барлығын қабылдап қойдым. Енді оларды жасайтын боламыз. Уайымдамаңыз, барлығы да дайын болып тұрады. Упаковка барлығын әдемілеп жасап беретін боламыз. Ешқандай да сіздің көңіліңізден шықпай қалады деп айта алмаймын. 100% көңіліңізден шығатын болады. Ешқандай уайымдамаңыз. Жақсы, рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Ендеше келіп тұрыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сәлем достар. Видеоның соңында мен сәлем жолдағым келіп отыр. Өткен видеолардан бері маған қолдау білдіріп жатқан кісілерге сәлем жолдайын деп шештім. Ақерке, Шымкент қаласынан сәлем. Ақерке, Шымкент қаласынан сәлем. Нұрыс бізде ютубта мен солай көрдім. Нұрыс деп жазылып тұр екен, сондықтан мен солай, ал бірақ қай қаладан екенін білмеймін. Нұрыс, сізге де көп рахмет маған қолдау білдіріп жатқаныңызға. Айсел, сәлем. Жаңаөзен қаласынан. Сізге де көп рахмет маған қолдау білдіріп жатқаныңызға. Осымен біздің